Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні ең ұлы және тарихи күн. Биылғы 2021 жыл еліміз үшін мерейлі жыл. Мемлекет басшысының мақаласы қазақстандықтар үшін маңызды құжат. Жылдың Ақжолтай жаршысы тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мерейтой аясында кезінде елге қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен, азаттық жолында құрбан болған алаш қайраткерлері мұрасын жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керектігін және желтоқсан қаһармандарының азаттық ерлігі лайықты бағасын алып, жоспарлы түрде насихатталуы керек екендігін ерекше атап өтті. Тәуелсіздік тарихын шартты түрде 3-10 жылдық белеске бөлген мемлекет басшысы мақалада Қазақстанның әр 10 жылдықта жеткен жеңімпаз жетістіктері мен толағай табыстарын тебіреніспен тарқатып, егемендігіміздің мәңгілік үштағаны Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейін кең көсілген байтақ жеріміз, ананың ақ сүтімен бойымызға дарған қастерлі тіліміз және барлық қиындықтардан халқымызды сүріндірмей алып келе жатқан береке бірлігіміз екендігіне толғаныспен тоқталып, осы бір үш құндылықты көздің қарашығындай сақтаймыз деп болашаққа нық сенім білдірді. Қастерлі үш құндылықтың бірі қасиетті қазақ тілінің турасында. Еліміздің басты нышандарының бірі мемлекеттік тіл. Қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілі екені ата заңымызда 90 жылдардағы күрделі кезеңнің өзінде нақты жазылған. Біз тәуелсіздік дәуірінде ана тілімізді дамыту үшін барлық жағдайды жасадық. Бүгінде мемлекеттік тілді білетін қазақтың да, өзге этнос өкілінің де үлесі едәуір артты. Қазақ тілін шын мәнінде бүкіл халқымызды біріктіруші факторға айналдырудың барлық құқықтық тәсілдері және кепілдіктері қалыптасты дейді мемлекет басшысы. Татулықты ту еткен бейбіт халқымыз болашаққа нық сеніммен қадам басып келеді. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты азаттықты аялау, тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мұратымыз. Мерейлі шақта еліміздің гүлденіп көркею жолында аянбай еңбек етіп жүрген қазақстандықтарды мерейтоймен құттықтағымыз келеді. Тәуелсіздігіміз баянды, тіліміз мәңгілік болсын демекпіз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын.